Бүгін менің туған күнім. Жалпы көңіл-күй жақсы. Мына жақта тіпті күн бар. Күн, Глазгода күн. Туған күнге дайындық басталып кетті. Бауырсақ пісіріп жатырмын. Мынандай вареньенің қақпағын тауып алдым да, сонымен дөңгелек істеп жатырмын. Салаттарға мынадай көкөністерді қайнатып қойдым. Аз қалды. Қалған бауырсақтар осындай ғана. Бетін жауып қойдым әдейі. Салқын тимесін деп. Мынау менің жаңа ғана піскен бауырсақтарым. Байқай, иісін-ай. Ыстық кезде байқармыз. Баспай астықты сол-солмене әбден суы кетеді майға қалады. Кәдімгі жар емес, жар қойы картошкалар. YouTube'тың шыққанына рахмет атам. YouTube болмаса не істер едік деп ойлаймын кейде. Менде мынандай беспорядок. Қазір Окей, істеп тұр. Торт жасап көрейін деп жатырмын. Өмірімде бірінші рет қалай шығатынын көресіздер. Оған мынандай шпинатпен, жасыл торт болады бұйырса, егер жақсы шығып жатса. Екінші пирогым пісіп қалды, оны қазір көрсетсем. Оны да бірінші рет жасадым, ол мынандай творожный пирог. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай. Себебі сиқыр көпір бар арада расында. Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал. Қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл. Себебі екеумізге не керегін білемін. Алыстамай сондықтан жанымда қал, жаным ау. Сен уайымдама, түсінетін мен ғана. Ал мені тек сен ғана, тек сен алаңдама. Сенші маған, келші маған. Әндетемін сені сағынғанда. Қазақстанда жиі жейтін салаттарды жасайын деп жатырмын. Ол патшуба, ол оливье, ол грек салаты. Барлық заттарды дайындап қойдым. Шөптер, шпинат, сосын мынандай үлкен пицца сатып алдым. Маған Алматы жақтан сыйлық келді деп, сюрприз келді деп. Астынан хабарласты, қазір соны көруге дайындаймын. Жанымның ең нәзік сенсің бөлшегім. Шарғайым жан тәніммен сүйемін сені. Мен үшін өмірдің жаным өзіңсіз. Күндерінің, түндерінің бәрі көңілсіз. Улансын өмір өртесін, бастысы екі бөлмесін. Өтінем жанымнан, алыс кетпеші менімен мәңгі көктеші. Жанымнан кетпеші сен. Роза, интернеттен дәл осы тортты таңдағанға не себеп болды рецептің? Мен ба? Анау жасыл тортты көрген кезде, корызды ше, таңғалып қалдым жасыл. Жасылынан дәмін көру керек қой деп. Сол үшін таңдап алдым. Ойдағыдай шыққанына сенімдісің бе, 100%? Енді бір 90% сенімділік бар.
торт жасадым. Мен сол үшін қыздарға қатты мақтанып жатырмын. Негізі мақтаншақтау адаммын. В общем, ішінде бұның изумрудный торт деп аталады. Ішінде шпинаттан жасыл корж дейді. Қазір кескенде көреміз. Сосын үстінде какаодан тоже корж қоса салдым. Өйткені мынандай болып қалды. Сосын мен шамалы толстый ұзын келгенде мақтану керек қой. Сөйттім да қыздарға айттым, маған фрукт әкеліп беріңдерші деп, соны әкеліп бергенсін, сонымен әсем бердім. Қазір көреміз қалай бар. Мына шариктерді маған изумруд деген сестренка әкеліп берді. Изумруд пен Назым. Назым, иә. Назым, вместе, да. Екеуі бірге маған шарик әкеліп берді. Көп рахмет, қыздар. Өте қуаныштымын. Сосын мына жерде қонақтарын түсіріп жіберейік. Менің қонақтарым бүгінгі. Мен Әсел деген әпкем осы жақтағы. Айнұр деген жеңгем. Сосын Құралай деген подружкам. Құралай вообще, иә. Құралайдың еңбегі өте зор. Ақнұр ат терлетіп, сонау Пейсли деген аралдан келіп отыр. Сол. Гүлімді мақтан деймін. Алматыда тұратын бір жігіт маған осылай курьер арқылы гүл жіберді. Қасында тағы кіші сыйлықтар бар. Соны әдейі мақтанып қойсын. Көрсетем. Сосын енді өзімше романтика деп бүгін мынандай қылып кеше сатып алғанмын. Моррисонстан типа свечкамен жасап жатырмын. Осындай. Еще менің ең құрметті қонағым мына кісі. Ең үлкен кісі, осы кісі. Ну, өткен. Мына кісі өзі отасынан да байқап отырған шығарсыз. Say hi. Ірі кісі. Фатима. Say hi. Сәлем деш. Сәлем. Қыздарики, не обращаем внимания. Да, ничего. Ничего, нормально. Вот эти две девушки специально приехали. С какого года? С Ковентри, да, вот. С корабля на бал демекші, олар с бала на мой день рождения, короче. Қайда бальный көйлектерің? Шығарсыңдаршы. Сейчас, подожди. Мы были вчера на 95%. Принцессы, да? Нағыздар басқа ғана суреттегден. Да. Насың көрдің бе? Менің туған күнім осымен жақсы тамамдалды. Бөлмеме келдім. Алған сыйлықтарымды осы жерге келіп көріп, көзім тоймай қазір қарап тұрмын. Сондай керемет сыйлықтар алдым. Мен әлі ашып көрген жоқпын, бірақ бәрі керемет. Мынау Қазақстаннан жеткен ыстық сәлем деп қабылдасам болады. Маған берген. Сосын мен өмірімде бірінші рет мынандай горшоктағы гүл сыйланды маған. Өте сондай қуанып қалдым. Сол қалған заттарды әлі ашып көрген жоқпын. Сондай әдемі көрініс туған күнімде шарлармен қарсы алған керемет екен. Маған осы сыйлықтарда келген барлық құрбы қыздарыма алғыс айтамын. Барлықтарыңызға рахмет, осы күнді менімен бөлісіп бірге болғандарыңыз үшін.